Қауын асқабақ тұқымдасына жататын бір жылдық шөптесін өсімдік. Қауын жабайы түрде оңтүстік батыс Азия мен Африкада өседі. Қауынның денсаулыққа пайдасы. Қауын жасұндыққа бай. Сондықтан ішектің жұмысын жақсартады. Қауын құрамында калий, темір, кальций, магний және А топтарының дәрумендері көп. Солардың әсерінен қауын ісіктердің пайда болуын алдын алып, жүрек қан тамырлар жүйесі аурулары мен диабеттің алдын алатын құрал болып табылады. Сонымен қатар, қандағы холестерин мөлшерін төмендетеді. Қауынның денсаулыққа зияны. Бала емізетін әйелдерге қауын жеуге болмайды, себебі сәбидің ас қорытуы бұзылуы мүмкін. Сонымен қатар, қант диабеті, асқазан және ішек жарасынан зардап шегетіндер үшін де өте қауіпті. Қауынның түсі өз сұрпына сай болуы керек. Егер сыртында жасыл тұстары болса, піспегенін аңғартады, ал қауынның кейбір сұрыптарында өзіне тән жасыл жолақтары болады. Қауынның сыртын жақсылап қараңыз. Қауын қаншалықты жақсы піссе, оның құрамында хош иіс беретін заттар да соншалықты көп болады. Сондықтан әбден піскен қауынның иісі мұрын жарады. Жолдың бойында сатылатын немесе жерде жатқан қауынды сатып алмағандарыңыз дұрыс. Себебі қауынның сырты жұқа әрі нәзік болғандықтан токсиндер, ауыр металдар және де басқа да улы заттарды жылдам бойына сіңіріп алады. Достар, видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Жансая, менімен бірге болғандарыңызға рахмет.